Кәдімгі котлет, бірақ дәмі мүлде басқа. Бұл құпияны білсеңіздер, сіздердің котлеттеріңіз шырынды, бір жағынан дәмді, нәзік әрі жұқа болып шығады. Видеомды сақтап алып, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай бауыр керек болады. Жарты кило бауыр жеткілікті. Жақсылап блендерден өткізіп алғаннан кейін сәбізімізді теркіден өткіземіз. Чесногымызды барлығын осы бауырдың үстіне салып, тағы да блендермен жақсылап майдалап аламыз. Жұмыртқаны міндетті түрде қосасыздар. Одан кейін сүтті және 2 кесе суын қосамыз. Жақсылап тағда барлығы бірдей біріккенше араластырамыз. Толық рецептісін описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді, нәзік, бір жағынан шырынды болып шығады. Сіздердің алдында табамызға май құйып, содан кейін барып құйыңыздар, өйткені біздің котлетіміздің жабысып қалмауына көмегін тигізеді. Қызып тұрған майға теркіден өткізілген сәбізімізді салып, тұз бұрышын салып, дәміне қарай қуырып дайындап алғаннан кейін дәл осылай майонезімізді қосып, жақсылап араластырып салмасын дайындаймыз. Жарты кило бауырдан 5 қатардан 3 штук бауыр тортын шығардық. Видеомды сақтап алып, сіздерге де денсаулыққа пайдалы тағам жасауға кеңес беремін.